Бүгінгі шырқар әнімізге арқау болған ақ бидай егіс алқабында жайқала тербеліп көз қуантты. Адам дүниеге келді, құтты қонақ келсе қой егізден табат дегендей, біз ауылға келгенде еңбектің тағы бір жас өрені өмір есігін ашты. Сонымен бірге бұл күні жеткіншектер мектеп табалдырығын аттап алғашқы қоңырау соғылды. Нөмірі 23 орта мектепте 45 мұғалім бар. Соның бірі қарт ұстаз аға мұғалім Абраев Қайырбек. Мектеп директоры Қашағанов Жас Қайрат Қайырбек аға шәкірттерінің бірі екен. Аталмыш білім ұясы 192 балаға арналған, бірақ табында 367 бала оқиды. Мектеп үйі бүгінгі талап деңгейіне сай келмейді екен. Дегенмен де ауыл басшылары алдағы уақытта бұл қиыншылықты жою мақсатында көмектескелі отырғандықтан естіп қуандық. Бұлақтың жақсы болмағы сағасынан, баланың жақсы болмағы анасынан дегендей, орта мектепте 25 жылға жуық ұстаздық еткен Смахан қызы Бибігүл отбасында 9 бала өсіріп, шаңырақтың құт берекесін жұбайы Аман екеуі тең бөлісіп келеді. Әбекең сонымен қатар Темірші ауылдық кеңесінің төрағасы ретінде де ауылдастары қамын көбірек ойлайтындығын аңғардық. Осыншама енді сәбилерді дүниеге әкелдіріп, оны қазірде әрқайсының бабын тауып, мынау отағасы Аманның бабын тауып дегендей, сонау кішкентай бір жасқа да толмаған атыдың? Жадыра. Кішкентай ғана Жадыраның да бабын тауып, оның үстіне мынау мектептегі өзінің жаңағы мұғалімдік жұмысында жалғастырып отырған Бибігүл өзі осы батыр ана деп айтып жатырмыз. Ал енді Бибігүл осыншама жұмыстың бәрін өзің әр жаңа көріп жатырмыз. Енді сиырды да сауып, құртыңды да қайнатып, мынау майыңды да қозғап, соның бәрін жасап, жаңада қымызды дайындап, осының бәрі үлкен бейнет былай қарағанда. А бір жақты сол бейнеттің де зейнеті бар дейді, соның бәрін қалай үйлестіріп, соның бәріне уақыт тауып, соның бәрін қалай орын-орнына келтіріп отырсың өзің? Енді үй болғаннан кейін, семья болғаннан кейін оның ауыртпашылығы болады, бірақ ол ауыртпашылықты бір адамның жеңіп шығуы мүмкін емес. Сондықтан да енді мен бір жасқа толмаған баламенен жұмысқа шығып, сондай бір керемет алғырлықпенен, іскерлікпенен істеп жүрмін деп ойламаймын. Өзімде семьядағы қанша жан болсақ, барлығымыз да осы үйдегі жұмысты бөлісуге, соны барлығымыз бірігіп істеуге, қиыншылықты бірге жеңуге әр уақытта да атсалысып отырамыз. Аман да жұмыстан келгеннен кейін қолын қусырып бос отырмайды, үйдегі жұмыс қараласады, балаларды да бағып қауға көмектеседі. Балаларым енді жас болса да, өздерінің шамалары келгенше үйдегі шаруалардың барлығын істесіп, өзіме көмектесіп, қамқорлық көрсетіп отырады. Соның арқасында мен енді осындай жұмыстан да ештемеден де қалмай, өзім қатарлы жүріп жатырмын деп ойлаймын. Бибігүл, бір сауал осы, жалпы бақыттымын деп ойлайсың өзіңді? Әрине енді бақыттымын деп ойлаймын, бала шағам қасымда.
Темірші ауылына Монголиядан келген ағайын Қажыбалұлы Бағзидың отбасында болдық. Улан-Батор университетінің математика факультетін бітірген Бағзи орта мектепте мамандығы бойынша еңбек етіп жүр екен. Музыка жас азаматтардың ішкі дүниесін байытып, қоғамдық өмірдің құбылыстарын дұрыс түсінуге көмектеседі деген екен Ахмет Жұбанов. Еңбек ауылының тағы бір ерекшелігі музыка мектебі. Мұнда Бәкірова Бақыт, Нұрзидина Нәзира сынды мамандар шәкірттерге домбыра қобыздан дәріс береді. Еңбек ауылында біздер арнайы сапармен 4 күн болдық. Соның әр күнінде директорды жұмыс орнында жолықтырудың сәті түспеді. Енді міне совхоз директоры Ғазиз Мұсатаевты жол үстінде кезіктіріп, мәлімет алудың орайы келді. Міне өздеріңіз көріп отырған дала кемелері еңбек совхозы коллективінің өсірген дән маржанын жинау үстінде. Шаруашылықта жалпы жер көлемі 9600 гектар. Мұның бидайы 6600 гектарда, арпасы 3000 гектар. Бүгінгі күнге дейін осы астық көлемінің жоспардағы 9600 гектары орылып бітті. Бұдан алынған астық 9570 тонна. Мемлекетке совхоз қазір 2653 мың тонна бидай тапсырды. Біздер шаруашылық диқандарының астықтарын талды элеваторын алғашқы болып тапсырғандарына куә болдық. Сонымен бірге совхоз еңбеккерлері қоғамдық малға қажетті жем-шөп дайындау жұмысын да қарқынды жүргізуде. Мына қоян-жон маялар еңбектіктердің биылғы қыстан қысылмай шығуларына берік негіз қалайды. Мал өсірсең қой өсір, табыс оның көлік өсір дегендей, Шолақбұлақ жайлауын мекен еткен Салиханов Балпан, Егіндібұлақ жайлауында отырған Сатымқұлов Мейраш, Ащысу жайлауындағы
Нығманов, Мұхтар сынды шопандар ауылында болдық. Қойбасы төлерткен абыройлы шопандар қыстан қысылмай шығатындықтарына сенімді. Осы жерде біздер жас шопанды әңгімеге тарттық. Марат, енді Мұхтар Нығманов деген үлкен осы ауданға әрі кетсе облысқа белгілі шопанның баласы екенсің. Өзің жаңа бір әзірде естіп жатырмыз. Сол әкең құрметті еңбек демалысына шығыпты. Сол әке таяғын өзің ұстапсың. Ал енді алдағы енді жұмысты қалай атқармақсың? Әкеңнің ары қарай еңбегін қалай жалғастырмақсың? Мен енді осы уақытқа дейін осы совхозда машина жүргізуші болып жұмыс істеп келдім. Енді биыл осы әкем 60 жасқа толып, пенсияға шыққаннан кейін, еңбек демалысына шыққаннан кейін, мен сол кісінің таяғын алып, мені ақтылы ой өргізіп отардың. Көз алдымызға жекемен отар алдық. Енді біздің мақсатымыз енді осы әкеміздің осы уақытқа дейін еңбектері соны әрі қарай жалғастырып, таңқын одан әрі қарай. Жалғастырып енді ақтылы қой өргізу дедің ғой жаңа. Қазір енді осы отырған жайлауының аты қалай? Енді қанша мал биылдыққа? Бұл жерге отырған жайлауымыздың аты Ашжүзек деп аталады. Енді міне жаңадан ұсақ жас мал алғанбыз. 900 бас, қазір менің отарымда 900 бас бар. Енді соны енді қысқа жақсы қоңдылықпен түсірудеміз деп ойлап отырмыз. Жанымда жұбайым бар, балаларымыз, сосын көмекші өзімнің көмекші шопаным бар. Көмекшің кім? Көмекші осында Оразбай деген жігіт. Атам қазақ қанатына балаған небір сәйгүлік аттар жайлы әңгіме аз айтылмаған ғой. Біздер жылдың бойын жайлаған жылқышылар ауылында ауыздығымен алысқан асауларға құрық салған Ырымжан, Нұрлан, Шалқар, Бақытжандармен танысып, жігіттердің ат құлағында ойнаған өнерлеріне сүйсіндік. Еңбек ауылы ақсақалдарымен де көрікті. Жасыңыз нешеде? 92. Біз сол 28-шіден бері барытып, одан ары туғанымызды айтпай қояқ, содан бері осы арадамыз. Осы тұрған қалыпта, мұның ішінде бөтен жоқ, тастап кететін. Ал енді содан 28 жылда берме құрарды, берменің ең құралуында қымбатты бізге осы қордағы саймен киім болды. Соқа деген жоқ ол уақытта. Қолдан жасап алатын маман жоқ. Бірақ сөйтсе де біз теміржолқпен де аудардық, егін салып адам болдық. Осы жаңа айтып отырмыз ғой, Жаростау колхоз деген колхоз болды. Сонда қысқасын айтқанда көй жігіттен осы міне 50-ақ болды. Өлген өлі қалғаны болып тұрмыз ғой енді. Одан кейін сосын онымен колхоз болып құрадық. Сонда біз әлі Жаростау колхозы 38 ешкіменен құралып еді. Сол бір табын қойменен қосылды қайта Қарағашқа. Сол кездегі адамдардың мынау еңбекке көз қарасы, мынау бір-біріне деген бауырмалдығы, ынтымақшылдығы, осы қазіргі кезде сол қандай өзгеріс салды ма? Қазір енді қандай деп ойлайсыз адамның? Біздің орта енді бұл көптен бері қаратай, алғашқы ұйымдасқаннан бері қаратай, осы бұл біздің бала кезімізден бері қаратай осы орта өте ұйымшыл орта деп есептейміз біз.
Алғы нақтылысы тіпті ашықты айтуға болады ғой, осыдан біраз жылдар бұрын Қарқаралы Талдауданнан бөлінді. Сонда Талдауданı бөлінгенде еңбек совхозы Талдауданның былайша айтқан уақытта басшыларын дайындап беретін бір мектеп сияқты болып көрінді. Онда өздеріңіз де білесіздер көбісін. Осы ауданды басқарып отырған сол кезде секретардың өзі де осы совхоздан кеткен инженер болды. Бұл жердің жігіттердің ұйымшылдығы күні бүгінге дейін енді айтуға келмейді. Алды кейбір азаматтар қазір енді халықтың өзі неге байланысты совхозды бөліп жеке-жеке әкету деп жатады ғой. Тіпті соның біз үшін, біздің совхоз үшін текке қажеттігі жоқ сияқты қазір. Өйткені қарап отырсаңыз, жігіттердің ұйымшылдығы бірінің айтқаннан бірі аспайды. Оның ішінде жұмысшы қауымы, малшылары қайсысы болсын, бірінің айтқаннан біріне. Сонда ұйымшыл халық. Осы жазғы тұры келген мынау біздің совхозымыздың директоры Мұсатаев Ғазиз. Бұл осы өзіміздің ауылдың осы мектептен осы өзіміздің қолдан туғызған балаларымыз барлығы тумасы. Мына отырған ақсақалдарымыз 17 жылдан бергі жағдайды көздерімен көріп, соны бастарынан өткізіп келе жатқан ақсақалдар. Міне осы кісілердің әлгі таяқ ұстатуы дейді ғой енді, мінекей үлкен ақсақал болған соң кейінгі ұрпақтар осы кісілердің ізін қуып, солардың еңбегін әрі қарай жалғастырып келе жатқан осы еңбек совхозының азаматтары қазіргі. Осы совхоздың негізін осы халықтың арқасында, халықтың еңбегінің арқасында осындай дәрежеге жетіп отырмыз. Қазір енді аудан бойынша десек те болады, ең алдын қатарлы совхоздардың бірі. Қазір енді мынау тапшылық заманына байланысты еңбек ақы, мысалы басқа совхоздарға қарағанда біздің совхозымыз еңбек ақыны 10 есе өсіріп отырған бірінші совхоз. Мінекей соған байланысты қазіргі халықтың, еңбекшілердің, жұмыскерлердің еңбегі осы ақшаға да байланысты ғой. Мінекей осыған байланысты биылғы жылы жақсы ынталы еңбек етуде. Мен енді музыка жағынан емеспін, өзім сол айтқан формаменен айта берейін. Тас темір жау ойнақтап сенің басыңда, отырушым масылла келіп тасыңа, заңғараңау көкте бұлтыны таласқан, өрмелеушім өмірімдей асығау. Аққайың алыққан тағынаған, көрмесем сен аусағанам, туған өлкем тақас темір шымарайлым, жүрсем шеттеп басыңа бұлттан қараймын. Сақтасын, абырой болсын, келешектер мол болсын, айтқан сөздерің қабыл болсын, мені уайымсы қайғысы болсын, мені өте беріңдер. Хиқазеке, енді мынау бір осы ауылыңыздың атақты бір шопаны Мираш аға мен Тілеу апаның отбасында отырмыз. Бұл кісілер 100-111-ден төл алып биыл абыройлы болыпты. 3 күннен бері ауылыңыздың бүгінгі тұрмыс тіршілігін, мынау адамдарыңыздың әл-ауқатымен, жаңа тіршілігімен танысып, көңіліміз қуанып тұр. Береке рыстарған ауыл екен. Ал жалпы осы ауылыңыздың бүгіні мен болашақ жайында не айтасыз? Енді ауылымыздың бүгіні болғанда бұл совхоздың негізі жақсы қаланған совхоз. Бұл совхозды құрылғаннан бастап 16 жылдай Смақов Сағаткәрім деген ағамыз басқарған. Сол кезде негізі жақсы қаланған. Орталықты бөлімшелердің орталықтарын бәрін көрдіңіздер. Халыққа жақсы жағдай туғызылған. Клуб бар, монша бар деген сияқты.
Ал енді болашағына келетін болсақ, мен енді өзім 18 жыл басқа жақтарда қызмет жасап келдім ауылға. Енді сонда көрген білгенімді, көңілге тигенімді деген сияқты осы ауылға ауылымызды өркендетуге жұмсаймын деп ойлаймын. Сондықтан біздің ауылымыздың болашағы жарқын болатын шығар деп ойлаймын. Қазеке тағы бір сауал. Мына осы еңбек совхозы негізі анау Қарқаралы ауданындағы 14 совхоздың іргелі бір шаруашылығы болып есептеледі. Сондықтан осы ауылыңыз несімен ерекшеленеді, өз ойыңызша? Ауылымыз енді біріншіден бір баланың баласындай ауыз бірлігіменен, халқының ұйымшылдығымен ерекшеленеді. Екіншіден жерінің кеңдігімен, байлығымен ерекшеленеді деп ойлаймын. Соңғы сауалым, жалпы 11 жыл бойы қалада тұрдыңыз. Ал енді қаланың ушуын осы ауылдың мынандай тынымсыз тіршілігіне қалай айырбастадыңыз? Ауылдан енді қаланың тіршілігінен бұлай ауысып кетуіме бірінші себеп ауылға келіп қызмет жасау керек болды. Екіншіден жаңағы ауданымыздың әкімі Шақарбаев Төлеутай жолдас осындай ұсыныс жасады. Енді бір қазық қақсаң да осы ауылыңа қақсаң сол дұрыс болар еді. Сол тілекті мен қабылдадым. Келдім. Қиын уақытта жазып тұрмын, марттың аяғына қарай. Жалпы халық жақсы қарсы алды. Кейбір сөздер болды. Бұрында жұмысты жаман жасағанымыз жоқ қой. Енді өзіміздің елдің азаматы келіп жатқанда 150-200% жұмыс жасайық деді халық. Сол енді бүгін байқап отырсам шындыққа айналып отыр. Жазып тұрмыз, сол қыстың ауыр уақытында халық дұрыс түсініп, қажырлылықпенен жоқтан бар жасап қыстан аман-есен шықтық. Одан кейін 4 түліктің де несінен жоспарлы төле алдық. Одан кейін шөп шабу науқаны, одан кейін жаңағы егін егу барлық ұйымшылдықпен өтті. Қазір жап-жақсы егін шықты. Соны енді ұйымшылдықпенен, қажырлылықпенен күндемей, түндемей алып жатыр халық. Ал енді Қазеке, олай болса мынау өсер елдің баласы бір-бірін батыр дейді. Осы 3 күннен бері өзіңіздің атыңызға жақсы лебіз айтып жатыр. Үлкен ауылдың ақсақалы батасын беріп жатыр өзіңізге. Олай болса абыройыңыз артып, мерейіңіз үстем болсын. Аянбаймын салтым үшін ой, ата бабам салып кеткен ой, аянбаймын салтым үшін ой, шабытымның шалқу үшін ой, жалғасады жарқын ісім ой, аялаймын асылымды ой, тоқтағанша бар тынысым ой, аялаймын асылымды ой, тоқтағанша бар тынысым ой, әнсіз күйсіз неткен өмір көктем өмір ой, келер ұрпақ бақыт үшін ой, жығыласын төккен өмір ой,
өмірдің бәрі бекер ой, сақтамасақ салтымызды ой, бұл өмірдің бәрі бекер ой, сақтамасақ салтымызды ой, бұл өмірдің бәрі бекер ой, сақтамасақ салтымызды ой, бұл өмірдің бәрі бекер ой. Қазір бәріміз жинақталыңыздар. Сосын анау Кентөбенің теміржолдың мостының астында бірдей кіріңіздер. Сол кезде мына кісілер қабылдайды. Түсіндіңіз ба? Түсінеді. Барлықтар болған орын. Вперед, можно поехать. С флагом, чтобы... Отлично, отлично. Ну, крупняк, он пенсионер. Пусть рядом едет. А, передняя машина едет. Ага. Все, можно. Кабинасымен қатарлас. Тура қатар жүріңіз кабинасымен. Как терезесін түсіп жатқан. Вот так, все. Вот так осылай керек. Вот теперь отставайте и пропускайте с машины. Пропускайте, пусть уезжает. О, хорошо. Ötüversin. Al, getiversin. Ага.
чыга болгон белесиң. Анау краскада ортасында. Мынау осы биылғы егеменді еліміздің мынау туын желбіретіп 92 жылдың алтын астығын өзіңіз алғашқылардың бірі болып осы талды астық қабылдау пунктіне әкеліп отырсыз. Ал жаңа бір әзірде естіп қалдым, өзіңіз осы ұзақ жылдар бойы осында еңбек етіп, енді жақын уақытта зейнетаққа шықпақ екенсіз. Ал өзіңізден кейінгі мынау ізбасарларыңыз жайлы жалпы осы биылғы астық жайындағы әңгімеңізді айта кетсеңіз. Енді биылғы астықты бітік жақсы шықты. Соны енді еңбек совхозынан біздің автобус тасимыз деген ойымыз бар. Ана Бағдат, мен бригадамды істейді, сосын кім? Ерғазы, Ешқақып. Тағы да басқа жігіттер бар. Барлығы дайындалып келдік. Енді сол егінді тасып тастаймыз деген ойымыз бар. Енді қанша тонна осы астыққа келдіңіздер? Мен өзім 19 тонна бір жыраттым. Құс. Барлығы. Мыналар 20 тоннадан тасимыз енді. 130 тоннадай. Жалпы солай. Енді өткенге қарағанда биылғы жылдың астығы енді төкпей шашпай жинап алу ойларыңызда бар ғой? Әрине. Төкпей шашпай жылдағыдан қарағанда тасып алатын, тасимыз деген. Оған енді мынау ауылдың басшы азаматтары толық жағдай жасап тұр ғой? Енді ауылдың азаматтары толық жағдай бар. Енді бұна мәшиненің сайман жағынан резина жоқ. Тағы басқа саймандар жоқ. Сол болмаса әкелеміз деп жатыр. Соны әкеледі, сосын тасимыз. Істеп. Олда жақсы. Айта беріңіз өзіңіз. Тоңып тұр ғой. Кто? Көңілде қуанышты бол, бүгін қуанышты күн ғой. Содан кейін енді қуанышты күнде енді кішкене күліп баяға дегенде, күн суық болса да осындай алғашқы астықты әкеліп өздеріңіз мынау қамбаға құйып жатырсыздар. Қазақстанның еңбек совхозынан келген бірінші астығы ғой. Бұл деген егеменді. Солай енді сондықтан енді осы әрі қарай жалғасып қуаныш құласа берсін ғой. Бізде биыл енді ауа райы өте салқын өтті. Жаз салқын, ауа райының осындай қолайсыз жағдайына қарамастан еңбек совхозында 36 комбайн жұмыс жасап жатыр. 1000 тонна астық қазір мемлекетке тапсыруға дайындалып тұр. 3000 тонна астық түсті қырманға барлығы. Енді осы астықтың 130 тоннасын бүгінгі күні бірінші болып Қарқаралы ауданында талды элеваторына әкеліп отырмыз. Бұл біз үшін қуанышты, жақсы уақыт деп есептейміз. Қазақстанның егеменді астығының біріне үлес қосып отырмыз деп өзіміз. Егеменді астықтың алғашқысын өздеріңіз құйып отырмыз, соған қуанып тұрсыз ба? Сол үшін қуаныштамыз деп есептейміз өзімізді. Солай жағдай енді. Басқа енді алып қосар жоқ. Биыл жап-жақсы егін шықты. Соны енді мынау ауа райы жинап алуға өте қолайсыз болып тұр. Дегенменен сол жаңбырдың арасында дегендей біздің азаматтарымыз үлкен бір қажыр қайрат көрсетіп, осы күндемей түндемей еңбек етіп біраз астығымызды орып алдық. Жаңа айтылды, 1000 тоннасы жаңағы дайын тұр мемлекетке тапсыруға. 3000 тонна астық бар қырманда. Енді мынау ауа райы болатын болса, ысырапсыз биылғы шыққан бітік астығымызды халықтың қажырлылығының арқасында жиып теріп аламыз деп ойлаймыз. Ал енді жалпы қанша гектар биылғы? Жалпы 10.000 гектардан астық алуымыз керек. Мемлекетке тапсыратынымыз 3,5 тонна. Сол 3,5 тонна астықты мемлекетке тапсырамыз. Енді онда қуаныштарыңыз құтты болсын. Осындай үлкен абыройға әрдайым ие бола беріңіздер. Келесізге отырыңыз. Қызымды ала кел.
Çuku var bırak, iyilik canına gelin bırak. Haydi bırak. Bana benim yiyeyim ya. Yendettin kendini koyun. Ana жаққа қарап тұрып салшы, сен жерді тағы бір екі. Қарап тұрып. Шыра қарап қойып бәрі. Мына жаққа мына қарай. Қарамы қашты. Неге? Ондай неге түс көрген емес. Түссеңіз енді түсіңіз. Сосын жу деп тағып қоймай. Обязательно. Қазір үйге барамыз. Жудың астына алады ғой жүгер. Что, все или нет? Можно все, как хотите, все. Өзіңіз тойсаңыз, біз тойдық. Влажный. 20% болады ғой. Қанша? 18 ба? 18 болатын шығар. Влажность ма? Көрсетпейді ғой. Тамаша. Запах жоқ қой, оған не қылмай-ақ қойып. Алқасы оғана. Сөйтіп айтасыз. Аты жөніңізді айтыңыз осы. Элеватордық лаборатория істейсіз ба? Начальник күтті деп айтыңыз онда. Міне, осы жаңа ғана еңбек совхозының алғашқы астығын өзіңіз қабылдап отырсыз. Мына элеваторларыңызға әлі ешқандай астық түскен жоқ екенін көріп тұрмыз. Мынау астықты жаңа қабылдап тұрсыз. Ал енді алдымен өзіңіз таныстырыңызшы. Мен аты жөнім Нарикбаева Рымбала Төлебековна. Осы элеваторда заведующий лаборатория болып істеймін. Енді еңбек совхозының ең бірінші келген астығы қайырлы болсын, түгелімізді ортақ не жақсы болсын, жемісті болсын совхоздың ес. Енді бұл енді астықтың сапалылығы қандай деп ойлайсыз? Жаңа өзіңіз қарап тексердіңіз ғой? Астық астықтың сапары енді жақсы деп ойлаймыз. Предварительный анализ жасап неттік. Сапасы жақсы, байлық. Сөйтіпсіңіз. Өте жақсы. Айта беріңіз. Айта беріңіз, болады астық. Енді астықтың сапары жақсы. Жақсы ғой енді мына. Өзіңіз мені көріп тұрсыз ғой мені. Осы мына қандай жаман деп айтуға болады. Енді жақсы, енді неше рет айтамын, мен жақсылық деп айттым ғой, жақсы деп. Онда осындай астықты ендігі уақытта молынан қамбаларыңызға түсе берсін, соның бір жағында өзіңіз баяғы еңбегіңіз жемісті болып жүре беріңіз. Сізге де осы құтты болсын, ортақ байлық қой, байлығымыз таса берсін еліміздің. Екеуміз бір жерден түсеміз ке. Неменен өлшеп отыр? Влажность. Қайдан? Мына телевизор. Biz tamamlaş ama. 30% влажность. 15% Az olsa жақсы. 17. 16'da biz buldun mu? 16'da. 16'da 6. Su koy, жақсы su koy.
Рахмет. Жақсы. Өз қалып келіп жүрген ғой. Ondan sonra bir 25 tane salı veremeyiz. Biz жаңбырдың арасында шауып жүрміз, сосын ғой. Сол ендеше 25 те бұл деп болады екен. Ол жерде пісіп тұрғаны ғой. Қалды ғой. 16-та 5. Взвесил уже все. Неге одан дейін бар, мен мына кісіге қарауым керек. Мына кісімен сөйлесіп тұрмын ғой. Бинұр Манкеева осы элеваторда 10 жылдан бері меңгеруші болып еңбек етеді екен. Ал енді Бинұр мынау еңбек совхозының алғашқы астығын өздеріңіздің осы қабылдап тұр екенсіз. Ал осы жалпы биылғы уақыттағы осындай үлкен науқандық жұмысқа қалай дайындалдыңыздар? Менің атым Бинұр, өзім мөшеде меңгеруші болып істеймін. 10 жылдан бері біздің элеваторымыз көптен бері осы қуаныш, осы дән бар жерде ән бар дейді ғой. Осы бидай үшін шошақты істейтін адамдарымыз бар. Сонша дайындалдық. Мына ауа райының несіне қарай, қолайсыздығына қарай біз соншама көп переживать еттік. Дайындалдық, қаншама дайындалдық, көп күттік. Мінеки жылда бұл кезде уже жарты лай даже қабылдап алатынбыз. Биыл кішкене кештеу болды, бірақ біз аман есен төкпей шашпай осы бидайды қабылдап алуға тырысамыз. Қазақ елінің егеменді, тәуелсіз болып отырғанда мынандай қуанышпен заманымыздың қиыншылығына қарамай мінеки биыл дегеннің өте қуанышта отырмыз. Мінеки еңбек совхозының бидайын бүгін бірінші рет қабылдап отырмыз. Егеменді тәуелсіз еліміздің аспан ашық болып, мінеки желбіретіп туын бірінші рет бізге алып келіп отыр. Барлықтарыңызға да осы нан үшін еңбек етсе екен деп тілеймін. Біздің осы тілегіміз, қуанышымыз осы бір нан ғой, нан үшін өмір сүреміз бәрімізде. Ал енді жалпы осында қанша тонна астық қабылдайсыздар? Бұл элеваторымызға негізгі емкісіміз сиятынымыз 25 мың. А біз жақсы шыққан жылдары 50-60 мыңға шейін аламыз. Қабылдап алып шетінен біз вагон арқылы артамыз. Негізі бұл енді Қарқаралы мен осы Егіндібұлақ ауданына қарасты ортақ бір элеватор ғой. Иә, біз Егіндібұлақ, Қарқаралы совхоздардың барлығын қабылдап аламыз. Ал енді іске сәт дейміз, мынау алғашқы еңбектеріңіз ғой, қамбаларыңыз астыққа толсын. Рахмет сіздерге, қуаныштымын келгендеріңізге.
12 класста балалар отырады ма, жоқ? Ай, ладно, бери. Biz saat 4'te konakta çalıştık. 12'de verilmiş bir baytık dedik. 12 kişinin görüştürür mü? Hayır. Cevabı aksak alalım. 12. Bir saat bittiniz. Şimdi bana mı öyle? Yine bir çok önemli. Bir saat saat. Keldiler, bir klas alga atlar. Endi bir doğru sabaktın okutunda görüyorum, özgürdü, programmada özgürdü. Ötken sender jetler, жаңа Orta Asır tarixinin çalgası. Onda Rossiyada feodalizmin ornağı, odan keyin kapitalizmin ornağı var. Bu okuduklar birinci bölümlerge bölünüp, birinci Құрбекер салынғасын өттереміз, ол бір әрбір оқиғаға байланысты, соны дәлелдеу үшін салынған суреттер. Енді әрбір тақырыптың аяғында сендерге орындайтын өзбектердің басынан тарихы. Қазақстан территориясында алғашқы қауымдық құрылыстар, одан кейінгі үйреніш құрылыстар, Қазақстанда феодализм орнауы бір-біріне аяқ басын. Енді алдыменен осы курс бойынша алдымен сыр тарихы оқытылады, одан кейін қазақ сыр тарихы аралас оқытылады. Сонда бейт. Сондықтан мұндай жағдайда, мұндай карталар, болмаса атласты, осында кітап магазині бар, кітап дүкені. Сыр тарихына өткен жылы Россия туралы оқығанбыз. Ол орта ғасыр тарихы әлемдік, бүткіл дүниежүзілік тарих, бүткіл дүниежүзілік. Ал енді Россияда орта ғасыр тарихы өз атынан жазып отырсыз, өтірік ана жазылған бетіңді ашта қарама сен анаға. Өтірік жазғансыз болсаң болды ғой. Мысалы бұл қай кезде кездесетіндер ана остановкамен салған уақыттағы несі ойып отыр. Бір уақытта мына жердегі мына схемасы уже жаңағындағы мұндағы көрсетілген, мамамын мұнда көрдім. Одан кейін мына жаңағыдай бұранда түрлері, мысалы трапециялы бұранда болады, одан үшбұрышты бұранда болады, мысалы мына диаметрінің, бұранданың диаметрінің арасында міне мысалы да біріміз міне цилиндр ұқсайды ғой өзі. Бұлай енді алдынан жан-жағынан қараған кезде ол төртбұрыш сияқты мынандай. Енді сол жақ жерден қарағанда ол цилиндр жаңағыдай шеңбер. Сол бұрандасы көрсетілген жері міне жарты шеңбері ғана көрсетеді екен. 3-тен 1 бөлігі міне көрдіңіз ме өзі жерге жатқызып қоя салып. Иә соны. Бірдеңе шұқылап отырғандай қылдырып қазір мұны айтып жатқанда тыңдап отырасыңдар да өтірік өздерің жазғансып отыру керек. Жарай ма? Мынаның бәрі не ғой? Мысалға телевизордан екінші жылған уақытта да өтірік мен мына линейканы көрсетіп отырайын. Былай көрсетіп, былай көрсетіп өту керек қой. Жарай ма? Ха? Тегілері қарамауды ұшып жатқан жағын. Сен істеп отырсың? Тұтқытсың ғой, мұнда. Тұтқытсың ғой өзің ғана. Сыйлықсың ғой, қарадырағам алып, тақтылар еспесін деп қарадырағам. Ешін үшін көрсетпей отырды.
Birinci çalışması seçileceğiz. Şurada ne siz bakın. Главное, это транспорт. Ne alacaksın?
девчонок. А, они поменялись местами, да? Они поменялись. Еще раз пусть идет сюда. Vamos. Қайырбек аға, мына осы мектептің алғашқы іргетасын өзіңіз қаласқан екенсіз, көз алдыңызда талай шәкірттерге білім бердіңіз. Жалпы мектептің тарихынан аз-маз мағлұмат бере кетсеңіз. Еңбек совхозы 1964 жылы құрылған болатын. Соған байланысты осы жерде мектепте ашылды. Жаңғыртылған совхозда барлық жағдай түгел болуы мүмкін емес. Мектеп үйі болмады. Сондықтан бастауыш классқа сол жылдары 13 бала қабылданды. 1-ден 4-ке дейін. Осында мұғалім болып тек қана мен жұмыс істедім. Келесі 1965 жылы 8 жылдыққа арналған мектеп салынды. Онда баланың саны сол 60-70-дей болды. 1968 жылдан бастап мектеп 8 жылдық болып аталып 1975 жылға дейін. 1975 жылы осы типовой 192 балалық орта мектептің корпусы ашылды. Әрине алғашқыда мен жаңғыз істедім. Одан кейін 2 жылдан кейін жаңа класстардың сатысы өскеннен кейін мұғалімдер де келе бастады. Міне 1975 жылы осында көптеген мұғалім осы мектепте жұмыс істеді. Мен бұл мектепті басқарып, осында директор болып 1978 жылға дейін жұмыс істедім. Міне жаңағы 1964 жылы осы мектеп ашылды деп отырмыз. Сондағы 1-ші класста оқыған балалар осы мектепті менің өзімнен 10 жыл оқып бітірді. Одан кейін жоғарғы оқу орнына бардығы барлығы да білімді маман адамдар болып келді. Мысалы, қазіргі менің осы мектептегі директорым Қашағанов Жасқайрат, менің оқушым, мектептің оқушысының меңгерушісі, о да менің оқушысым. Осы мектепте қазір 40-тан астап мұғалім болатын болса, соның 60-70% менің өз шәкірттерім. Міне бұл жылдардың ішінде көптеген қиыншылықтар да, көптеген қызғылықты істер де болды. Қызғылықты жұмыс істеп отырғанымыз, біздің оқытқан шәкіртіміз жыл сайын ондап бірнеше осы мектепті бітіріп, одан кейін жоғарғы оқу орындарына барып түсіп отыр. Мысалы, совхоздың қазіргі кәсіподақ комитетінің төрағасы Балдайкенов Бақыт осы мектепте мұғалім болып, мамандығы химик, оқушысының меңгерушісі болып істеген. Міне осындай осы мектепте қызмет істеген, бізден оқыған шәкірттер, бізбен бірге жұмыс істеген жігіттеріміз әрбір жерде мына қоғамдық ұйымдарда, басшы жұмыстарда істеп отыр. Міне қазір осы мектепте 192 балалық етіп салынған болса, енді қазіргі бүгінгі күннің жағдайына балалардың санының өсуіне байланысты мектебіміз өте тар, сабақ өткізуге мүмкіндік жоқ. Қазір 3 жерде, 4 жерде сабақ өткізіледі. Әр жерде. Оның барлығы да нағыз мектепке арналып салынған орындар емес, сыймағандықтан қайткенде сабақты өткізу керек, программаны орындау керек. Сол қиыншылықты бастан кешіріп, жұмыстар жасалынып жатыр. Ал бұл талаптар жоғарғы орындарға қойылған, мектептің тарлығы, жұмыс істеудің мүмкіншілігі жоқтығы,
бірақ сол уәде бергенмен ол органдардан бізге нақты көмектер болмай жатыр. Сондықтан енді біз әлде сұраймыз, күн сайын сұраймыз. Әлде болса осы мектептің жанынан қосымша мектеп үйін салып берсе. Қазір мектепте 370-тен астам оқушылар бар. Интернат негізгі 40-50 орындық, қазір онда 70-тен астам бала бар. Көпшілігі бақташылардың, механизатордың балалары қазір сыймай жатыр. Міне осы жағдайдың барлығы мектепте оқу тәрбие жұмыстарын жүргізуге үлкен кедергі нұқсан келтіретіні тек қана мұғалімдерге белгілі, арасында сабақ беріп күнделікті жұмыс істейтіндерге. Міне сондықтан біз әлде болса жоғарғы орындардан жаңадан интернат салып берсе, жаңадан қосымша мектептер салып берсе, бізде мектепте жұмыс істеуге жағдай қолайлырақ болады деп ойлаймыз. Ал енді Жасқайрат, осы мектептің соңғы кездегі өзің жетекшілік етіп отырсың. Ал мектептің жаңа Қайрекеңнің сөзіне алып қосарың бар ма? Қандай жағдайлар қол байлап отыр жалпы оқу ісін бүгінгі талап деңгейіне көтеруге? Енді жаңа Кәкең де сөзінде айтып кетті. Мына біздің мектеп өзі 75 жылы 192 балаға 8 класстық болып салынған. Ал енді бүгінгі күні біздің мектепте 367 бала бар, 21 класс комплексі бар. Сонда қарасаңыздар, мына мектепте оқу 2 сменада жүргізіледі. 2 сменада жүргізгеннің өзінде кей кездерде класстарға орын жетпей қалып, мынау жай үйлерде оқытып отырмыз. Сондықтан да енді бұл таңертеңгі сағат 8-ден басталған сабақ кешкі 8 уақытына дейінгі класстардың бірде-біреуі бос болмайды. Міне осының бәрі біздің мектепте оқу тәрбие жұмыстарын, класстан тыс тәрбие жұмыстарын жүргізуге үлкен кедергісін келтіріп отыр. Енді мынау 90-шы жылы бізге қосымша мектеп салу жобасы бекітіліп басталу керек болғанын, мына Қарағандының шахта строй бірлестігі, бірақ та осы мәселе бүгінгі дейін қолға алынбай келе жатыр. Ал енді жаңа сөзімді айттым, мына мектепте оқу тәрбие жұмысын жүргізу бүгінгі таңда үлкен кемшілік жіберіп отырмыз, қиыншылық жіберіп отырмыз енді. Ал енді мектеп жаңа айтты Кәкең, 77 жылдан бері өзінің 16 рет түлегін ұшырды. Осы 16 түлектерді 538 бала бітіріп, оның 117-сі жоғарғы оқу орнына, 141 арнаулы оқу орындарына түсті. Жылда бізде бітірген балалардан кем дегенде сол 15-16 бала түседі. Былтырғы жылы мысалы 20-40 бала бітірсе, оның 19 жоғарғы оқу орнына түсті. Биылғы жылда бітірген 31 баланың 8-і жоғарғы оқу орнына, ал 6-ы арнаулы оқу орнына түсіп отыр. Осы 77 жылдан бері мектепті 9 түлек алтын және күміс медалға бітіріп шықты. Енді осыдан да көруге болады, енді мектептегі мұғалімдер ұжымының жұмысы айтарлықтай жүріп жатқанын. Енді жаңа Кәкеңнің сөзін тағы да мен айтам. Енді бізге жаңа жоғарғы орындар осы мектеп үйін, мектеп жанындағы интернатты салып беруге көмегін тезірек берсе. Интернат үйді ескі 40 балаға арналған, былтырғы жылда, биылғы жылда 70 бала тәрбиеленіп жатыр. Бір бөлмеде 5 баладан, 6 баладан оқушылардың енді онда тұрып сабақ оқуына үлкен кедергі болып отыр. Жалпы енді мен мектептің жаңағы несі жөнінде осы айтатын. Коллективтеріңіз жайында? Енді коллектив жаңа Кәкең айтты, 64-ші жылы жаңғыз мен ғана мұғалім болдым деп. Ал енді бүгінгі күні коллективте 45 мұғалім жұмыс жасайды. 45 мұғалімнің 22-сі осы мектептің түлектері. Осы менің өзімнен бастап, жаңа айтты Кәкең, бәріміз осы мектепті оқып бітіріп, қайтадан оралып, қызмет жасап жатырмыз. Жасқайрат, онда мына осы бір ауылдан шығып, осы өз оқыған мектептеріңе келіп, қайтадан еңбек жолдарыңды атқарып жатсыңдар. Ондай коллектив өте тату, тәтті, ынтымақты болуға тиіс. Олай болса, осы жас ұрпақ тәрбиесіндегі еңбектеріңізге алдағы уақытта жемісті бола берсін дейміз. Рахмет, сіздердің еңбектеріңіз жемісті болсын.